В первую категорию вызовов у нас входят вызова, это такие как дорожно-трассовые происшествия, ДТП, то есть боли в груди, то есть подозрение на инфаркт миокарда, да, на острый коронарный синдром, пожары, какие-то чрезвычайные ситуации, это все входит в первую категорию, падения, суициды. Во вторую категорию вызовов у нас входят такие поводы, как гемодинамика нестабильна, риск развития шока. В третью категорию входит у нас боли в животе у беременных, высокая температура, которая не купируется самостоятельно у взрослого населения. Да? И в четвертую категорию у нас входят те заболевания, прочие заболевания, которые требуют медицинских манипуляций в условиях ПМСП либо стационара. Поэтому четвертую категорию у нас обслуживает отделение неотложной медицинской помощи на уровне ПМСП. Ауруханадан аурухана тасымалдау кезінде үйден аурухана тасымалдау кезінде осы аппараттарды біз қолданамыз. Келесі аппарат бізде бұл дефибриллятор, монитор, Б классына кіретін кішкентай, шағын, өте ыңғайлы. Бұның кіретіндері монитор, адамның жүрек ырғағын, пульсын, яғни демалу реттілігін қамтамасыз ететін, яғни тексеріп отыратын аппарат. Келесі бізде электрокардиограмма. Электрокардиограмма қазіргі заманауи шығарып бізге арнайы өзінің планшеті болады. Арнайы лента шығаратын принтер болады. Оның барлығы науқасқа қойылады. Әрі өте жылдам, тез түсіруге ыңғайлы етіп шығарған бізге. Келесі көмек көрсетуге арналған жиынтық бұл бізде болды ма? Дұрыс. Оператив бізде ол дәрі-дәрмек сақталған қорапша. Барлық дәрі-дәрмектер осы ішіне жиыстырып салынған. Ең бізге көмек беретін және тез жұмыс жасауға арналған жиынтық, ол реанимациялық жиынтық. Бұның ішінде енді барлығы, яғни жағдайы өте ауыр науқастарға арналған жиынтықтар көмек көрсетуге оның ішіне барлық заттар кіреді. Келесі аппарат бізде аспирационный аппарат. Яғни тұншығу кезінде, суға кеткенде бөгде заттарды сорып алу үшін, яғни шығарып тастау үшін арналған. Келесі бізде өте ауыр жарақаттарға барған кезде көмек көрсететін сынықтарға, әртүрлі бізде бұлар пневма шина деп аталады. Және камера шиналардың заманауи шығарылған түрлері. Соңғысы науқасты тасымалдауға арналған барлық осы жиынтық Б классындағы машинада. Көрдіңдер ме? Көрсіз тағы бір.